Бүгін біз өте дәмі ерекше сүрленген қаз дайындайтын боламыз. Алдымен қабырғадан сылынып алған осындай етті жерлерін, майлы жерлерін әдемілеп жіңішке етіп турап алатын боламыз. Яғни осып алатын боламыз. Содан соң чесногымызды майдалап турап, үстіне салып, оның үстінен бұрышымызды, қара бұрышымызды саламыз. Және оның үстінен көбірек қажетінше тұзымызды салып, сеуіп, жақсылап араластырып, согын шығарамыз да бір түнге әдемілеп қойып қоятын боламыз. Бір түнде оның тұзы, дәмдеуіштері өзіне сіңуі қажет. Одан соң жақсылап шегімізді жуып, оны да тұздап бір түнге қалдыратын боламыз. Жуылған шекті жақсылап ертесіне жақсылап жуып, қазы тығатын күні жақсылап жуып, тазалап, бас жағын осылай жіппен қатты етіп байлайтын боламыз. Бас жағы шығып кетпеу үшін. Одан соң жаңағы дайындаған етімізді, қазының етін, маринад етіп болған етімізді жақсылап салып, ет пен майды кезек-кезек араластыра отырып, нығыздап, өте әдемі етіп, нығыздап салатын боламыз. Барынша осылай нығыздап, қатты-қатты артқа қарай тартып, ішіне салатын боламыз кезек-кезек. Бұның еттің арасында ауа қалып кетпеу керек. Дайын болған қаздың екінші жағын жақсылап байлап, далаға 2 күн жаятын боламыз. Тіркеліп бағасын беріп кетіңіздер.